қазақта қалжа деген бар. Біздің қазақтың дәстүріне кері оралсақ бар ғой, біздің бүкіл проблема шешілер еді. Қазақта қалжа деген бар. Бұны бір адамдар айтады, жаңағы қыздың, келіншектің ата-анасы әкеледі дейді. Негізі қазақтың дәстүрінде, қазақтың салтында оны жаңағы әйелдің күйеуі баланың әкесі. Және ол қозы, бағлан емес, кәдімгі құнан қойды сойып беріп, келіншегін күту керек. Сонда міне туа сала әкенің мойнындағы міндет келіншегінің жағдайын жасау, баланың жағдайын жасау деген. Екінші, енді қазір біздің келіншектерімізді біз дұрыс күтпейміз босанғаннан кейін. Баяғыда қазақтар атасы мен енесі кәдімгі киізге орап қойып, 40 күн шілде терін шығарып, оны күтетін еді. Содан кейін біз кітаптан оқып таң қаламыз, ойға көшіп тапқанда туып кіндігін кесіп кете береді екен деп. Әрине, егер әйелді сөйтіп күтсе, ол бірінші баланы туғанда екінші, үшінші, төртінші, бесінші баланы тууға да керек қой. Міне осы себепті әкелер жаңағы осы мәселеге жақсы қарау керек деп ойлаймын.